Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Егер имамдың намаз бұзылып қалса, өз оң жағында тұрған адамдан, яғни артындағы оң жағында тұрған адамдан бір жамағатты алдыға тартып сөйлемей өзі барып дәретке кетеді. Енді ол имамның қай намазың қай жерінде екенін қайдан білу керек? Егер намаз жәхри болатын болса, сырттай оқитын болса, ол қираттан біліп түсінуге болады. Егер іштей оқитын болса, қай жерінде білмейтін болса, ол имамдыққа тартылған адам, жамағат міндетті түрде фатихадан бастап, басынан бастап оқу керек деп айтады кітаптарда. Егер енді рукуда болса, сәждеде болса, оны сол рукуда, сәждеде жалғастыра береді.